қуанышын деп пайғамбар жіберген, жанат рахат тұзақтың өзі таңдары кез келген, халықтың сөзін бұрмалап кейбіреулер сөзерген, шайтанды қолдап адасып дінінен талай өзгерген, мұхаммедтен басқасын жоқ еді адам көз көрген, қалғандары құранның аяғынан сөз келген, сол құраннан алынып тәпсірмен ғалымның жазылып қиса шөлделген, құраннан келген аяттан әр пайғамбар бөлімі адам алейхиссалам содан бастап жазылған, пайғамбарлар бөлімі міндеттері олардың ауыр әрі маңызды, халықты дінге шақырып әр уақыт айтқан уағызды үмбетіне көрсетіп хаққа барар нағызды, илахының қиссасын Құранда 73 жерде 25 сүре баяндап жеткіземін біздерге, Нұхтың үлкен баласы самнан шығып Ибрахимді айтам сіздерге, Құраннан келген аяттан мәңгілікке өлмейтін, кезінде патша болдым, Құдайға тіпті сенбейтін, халқына сендердің құдайларын мендейтін, құдға ұстап адамды азап еліне жөндейтін, қаһарлы хақым болғасын, ешкім қарсы келмейтін, зұлымнан залым туады, әкеге бала көрмейтін, сол баласы кәнінің есімін Намрут дейтін, бұл баладан патшаның өзі де тіпті бастапты, әйелімен келісіп орманға барып тастапты, жыртқыш шаңдары оларда оған қарай баспапты, жыртқыш шаңдары қашқан соң әйелі алып баласын өзенге аққан тастапты, таза сумен өзінде нағри жоған бұл бала өзенді де ластапты, таза сумен өлтірмей өзенде сыртқа лақтырып ай өлімі ізге аспапты. Сыртта жатқан баланы қарақшылар өледі, тауып алып қиқулап келдеріне келеді, суармен өсіп бұл бала қарақшыларға ереді, қан төгіскенде жауыздық тонайтын еді ерлердің, зорлық зұлымдық жасаумен жандатқан барлық жерлердің, маңдайында баланың тозақтың көрі бар еді, туылғаннан әкесі безінген бұдан жан еді, сондықтан да тас пен тау орман тоғай отты су барлығы бұдан жерінді, күндерде күндер болғанда қарақшының басшысын бұл жас бала өлтіріп, ішкі сұлтанның ашысын жарасын солай шешкесін, көз ашқаннан Намрут қаншер болып ескесін, аяғына жауыз қалды жасынан басы кескесін, мұның бәрі әкенің қанымен келген жауыздық, әкесі кәнан тәкәббар нәпсісіне өзінің салмаған екен ауыздық, кәнан бір күн естеді қарақшы патша сөйледі, соғыссам деп сонменен мыңдаған әскер қолменен кең далаға сыймады, қарақшы патша Намрут әскер ода тыймады, соғыссам деп кәнанмен жауынгерлерін қинады, екі жақта шайқасқа шығуға дайын тұрады, мыңдаған әскер соғысып бірін-бірін қырады, кәнанның қалың әскері